менің әке-шешем біздер келді 44-ші жылы. Уже қанша, уже 80, да? 80 жас бұндай, жыл бұндай. Ну, қазақтар жақсы бізді встречать еттілер, көмек істеділер. Шытай біз келдік ноябрьда, салқын, үйде жоқ, кірпече жоқ. Мамам айтар еді, біздің барлығы қазақтар бұлай алып, қолтығына алып, өзімен жатқыздырды. Бір жыл. Соны кейін уже бізге үйлер берді. Пойызда қанша әке-шешем айтады, өлді, мұздады, бұлай мал сияқты айтады, ну, лақтырады. И вот барадым дальше, тағы кім өлсе лақтырады. Вот так вот. И келдім мына жаққа, онар. Арасыларда қайтып келесілер деген, еш нәрсе алмаған олар. Шундай бәрі нәрсасын тастап кеткен. Базлама, қатлама міне бұдыр. Міне. Бұл бөрек. Бұл базлама деген қалай? Бұл базлама деген, бұны отдельно пішірамыз, қамырыны қыламыз, ачы қамыр. Дрожжмен. Бұл пақлава. Танымал тәттілеріңіз, өздеріңіз жасайсыздар ма? Өзлерімізді жасаймыз. Ну, вообще бұл бізді блюдо. Чума дейміз, пейнер. Пейнер де, ну, этот творог. 44 жылдан бері есептесек, келгендеріңізге 80 жылдан асты. Бірақ сол ұлттық тағамдар, ұлттық салт дәстүр бәрін сол күйінше сақтап келесіздер. Сіздерден кейінгі мына өсіп келе жатқан балалар соны ары қарай жалғастырып жатыр ма, әлде өзгеріс бар ма? Мен анамнан білем, олар менен біледі балаларым. Қызларым бар, менде 3 қызым бар, 2 күйеуім бар, 10 неберем бар. Бәрі жұмыста балалар, правда. Так, міне хаммасы біледі. Бір 1860 жылы Қытайдан бір 300-дей ұйғыр қоныс аударған екен. Мына Тескенсу Қазақстан деген ауылдардың тау бөктері Кекбай деп аталатын әдемі тау бөктеріне келіп орналасқан екен. Міне мына 15 үйді алайық. Осы 15 үйдің ішінде 5 ұлт өкілдері тұрады екенбіз. Мына жағымда міне орыс, қазақ, Алишер деген өте керемет азаматымыз бар. Міне қарсымызда міне 2 түрік отбасы бар, немістер бар, 6 қазақ отбасы бар, ұйғыр 3 отбасы бар. Біз бір-біріміздің кім екенімізді, қай ұлт екенімізді ұмытып та кеттік. Бауыр, мысалы, жақында айт өтті ғой. Айтта бәріміз аралаймыз ғой үйді, Құран оқиды. Сол кезде біз мысалы мына неміс көршіміз, орыс көршімізді бірге алып аламыз.